Халқымыздың аяулы перзенттерінің бірі Нығмет Нұрмақов қазақ халқының экономикалық, әлеуметтік, мәдени өмірінің өркендеуіне елеулі үлес қосқан тарихта орны айрықша тұлға. Нығмет Нұрмақовтың қызмет еткен кезеңі Қазақстанның сол кездегі күрделі тарихымен тұстас келді. Ол 20 ғасырдың 20-30 жылдары мемлекеттік саяси іске белсене араласып, Қазақстан үкіметінің бірінші басшысы ретінде аса жауапты мемлекеттік және саяси қызметтер атқарады. Нығмет Нұрмақов халқымыздың ана тілін көтеру, тіл мәртебесін биіктету жолында қыруар жұмыстар жүргізді. Ол сот ісінің ана тілінде жүруін талап етті. Соның нәтижесінде көптеген аудандарда тергеу және сот істері қазақ тілінде жүргізілді. Нығмет, Сәкен, Мағжан 1914 жылы қазақ жастарының бірлік ұйымын құрып, сол ұйымның басшыларының бірі болды. Бірлік ұйымы жастар арасында мәдени ағарту жұмыстарын жүргізу, қазақ тілінде кітаптар шығару сияқты мақсатты көздеді. Тоталитарлық жүйе қыспағынан зиялыларымыздың тең жартысы қуғын-сүргінге ұшырады. Қазақстанның Рысқұлов, Қожанов, Құлымбетов, Исаев, Сұлтанбеков, Жүргенов, Сырғабеков сынды мемлекет және қоғам қайраткерлері буржуазиялық ұлтшылдар деген айып тағылып атылды. Кеңес үкіметіне адал қызмет жасаған Нығмет Нұрмақовқа да қара тізімге ілікті. Ол 1937 жылы 3 маусымда Мәскеудегі пәтерінде тұтқынға алынды. 1937 жылдың 27 қыркүйегінде өткен айыптау сотында Нығмет Нұрмақовқа ең қатаң атылсын деген үкім шығарылады. Нығмет Нұрмақовтың ақылды және іскер адам болғандығын және оның ешқандай да ұлтшылдық және мемлекетке қарсы ой айтпағандығын академик Қаныш Сәтбаев 1956 жылы өзінің түсініктеме хатында баяндаған. Нығмет Нұрмақов 1956 жылдың 11 тамызында КСРО жоғарғы сотының әскери коллегиясының шешімімен толық ақталды. Нығмет Нұрмақовтың еңбектеріндегі көптеген жайлар бүгінгі күнге дейін маңыздылығын жоймаған. Нығмет Нұрмақовтың еңбектерін жинақтап, оқырман қауымды толықтай таныстыру болашақтың ісі деп ойлаймыз.